Әріптестер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, көрермендер, техникалық ақаулықтарға байланысты бүгінгі онлайн кездесуімізді уақытынан кешіктіріп бастап отырмыз. Кешірім сұраймыз. Өздеріңіз білетіндей 7 маусымда үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау басталды. Бүгін біз осы үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік гранттар беру жоспарына қатысты түсіндірме ақпарат беретін боламыз. Жалпы әлеуметтік жобалар 12 бағытта 20 тақырып бойынша жүзеге асырылады. Бүгінгі жиынның спикері Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігі азаматтық қоғам істер комитетінің төрағасы Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы. Мадияр Дүйсенбайұлы, қош келдіңіз. Бүгінгі жиынды жүргізетін жоба менеджері Жақсыбек Ақтілеу және Арсен Болубайұлы. Әлеуметтік жобаларға немесе конкурсқа қатысты сұрақтарыңыз болса, осы тікелей эфирді пайдаланып, пікір қалдыратын жерге қойсаңыздар болады. Мадияр Дүйсенбайұлы, 3-ші конкурс аясында үкіметтік емес ұйымдарға 20 тақырып ұсынылды. Осы жоспарға сәйкес қандай гранттық жобалардың жаңа бағыттары бар? Және осы қандай өзекті тақырыптар қарастырылып отыр? Осы туралы жалпы айтып берсеңіз. Рахмет. Армысыздар, тағы да каналы не настроены. Құрметті бүгінгі тікелей эфирге қатысатын адамдар. Жалпы бүгінгі менің баяндауымның негізгі мақсаты осы үшінші конкурс аясында өтетін тақырыптар туралы сіздерге баяндап беру. Енді министрліктің ішіне алатын болсақ, осы 22 жоба жалпы негізгі 3 бағытқа бөлінеді. Бұл осы дін саласындағы жобалар, олар үшін менің әріптестерім осы дін саласы комитетінің өкілдері жауап береді келешекте. Жастар және отбасы мәселесі бойынша жобаларды менің осы салада жұмыс істейтін комитет өкілдері жауап береді. Менің бүгінгі келудің мақсаты осы азаматтық қоғам даму істері комитет аясында болып жатқан жобалар. Бұл негізгі 9 жоба. Оның жалпы сомасы 265 миллионға тоқталады. Ол жобалардың негізгі бағыты бұл өткен жыл бастаған осы волонтерлік қозғалыстың 6 негізгі бағытын ары қарай жалғастыру. Бұл саулық мәселесі, содан кейін таза әлем, қамқор, үміт, сабақтастық және асыл мұра бағыттары бойынша жобаларды іске асыру. Өткен жобалар өздерінің оң нәтижелерін көрсетіп, қазіргі тәжірибені ары қарай жалғастыруға жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар осы 6 жобадан басқа 3 үлкен жоба бар. Ол 3 үлкен жобаның тақырыптары бұл тарих ақтаңдары. Қазіргі таңда осы саяси репрессияға ұшыраған біздің азаматтарымыздың ары қарай ақтандыру жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Сол жоба аясында қосымша зерттеулерді, осы үкіметтік емес ұйымдарды осы зерттеулерде қосу мәселесі бойынша арнайы жоба тақырыбы берілді. Сонымен қатар қазір көмек керуені, ол біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық аясында жасалып жатқан кішігірім гранттар жобалары. Оның негізгі мақсаты осы волонтерлік немесе бір-біріне көмек көрсету жұмыстарын ары қарай жалғастырып істерін іске асыру. Және соңғы жобамыз бұл әрине волонтерлік ұйымдардың халықаралық диалог алаңдарына қатысу. Қазіргі таңда президентіміздің алға қойған үлкен бір мақсаты бар. Оны өткен жылы Біріккен ұлттар ұйымының 75-ші бас ассамблеясына айтқан. Бұл халықаралық волонтерлерді мобилизациялау жылын жариялау мәселесінде біз қазіргі бұл бастаманың қолдауды іздеп жүрміз. Көптеген шетелдермен кездесулер өтті және ары қарай өтіп жатады, және бұл қолдауды осы дүние жүзіне қолдау үшін арнайы жобаны біз қарастырып жатырмыз. Жалпы осындай 9 жоба аясында жылдың соңына дейін жұмыстар іске асырылу керек. Сондықтан да бұл жобаға біз ең дайын және ең жобалары қызық және керемет болатын ұйымдарды шақырамыз. Олардың енді конкурстық жобаларды іріктеу мәселесі қазіргі таңда сіздер тарапынан үлкен жұмыстар атқарылды. Оған рахмет.
олардың ашық және жария түрде өту мәселесінде. Сондықтан да осындай жоба аясында жұмыстарымыз өтеді. Жалпы рахмет Мадияр Дүйсенбайұлы. Бізге осы уақытқа дейін енді біз 7 маусымда басталды, 3-ші конкурсты жарияладық өзіміздің сайтымызда, әлеуметтік парақшамызда. Бірқатар үкіметтік емес ұйымдардан сұрақтар келіп түсті. Сол сұрақтарды сізге енді біздің тарапымыздан ол сұрақтарды мысалы жауап бере алмайтын жерлеріміз бар, соны сізден сұрасақ. Әрине, дайынбыз. Мысалы, бірінші жаңағы мынау біргеміз саулық жобасы бойынша, жалпы ұлттық жобасы бойынша, науқастарды күту бойынша кемінде 5 көмек қызметін, оның ішінде хоспистерді, онкологиялық диспансерлерді және тағы басқаны құру дейді. Осыны қалай түсінсе болады? Бұны көмек көрсету ме, диспансерді құру? Көбісі соны сұрап жатыр. Әрине көмек көрсету. Өйткені қазіргі таңда диспансер немесе басқа да емдейтін мекемелерді құру мақсат тұрған жоқ. Өйткені енді жобаның қаражатына сәйкес, жобаның негізгі мақсатына сәйкес бұл волонтерлік ұйым. Хоспис жанындағы құру мәселесі, ондай волонтерлік қызмет немесе оған көмектесетін бір ұйым құру мәселесі тұр. Ұйым құрғанда бір топ мәселесі. Сондықтан да осыған негізгі назарды осыған аудару керек. 5 топ құрылу керек. 5 топ құрылып, мысалы, осы салаға белгіленгенде онкологиялық немесе басқа жерлерде өздерінің волонтерлік көмектерін көрсетіп, негізгі мақсат енді жалпы бұл волонтерлік жоба аясында біз барлық осындай клиникаларды немесе емдейтін орындарды біз волонтерлермен қамтамасыз ете алмаймыз, бірақ негізден осы жоба арқылы модельдік роль жасап, және осындай волонтерлердің қызметтерінің қандай қиын тұстары бар, немесе басқа нәрселер бар, сол жобаның тәжірибесі ретінде соларды шығарып, бір модельдік жоба жасап ұсынса, және оны басқа ұйымдарға таратса, бұл бір үлкен бір нәтиже болады деген сенімдемін. Сондықтан осыған назар аудару керек біріншіден. Сонымен қатар осы жерде, мысалы осы жоба аясында 5 меморандумға қол қою керек дейді. Бұл жерде нақты арнайы өңірге байланысты ма, әлде өздері біле ме үкіметтік емес ұйымдар? Өздері біледі, онда негізгі өңірлерді біз белгілейтін жоқпыз, өйткені жалпы республикалық жоба болғандықтан, әрине мысалы техникалық ерекшеліктерінде бұл көрсетілген, бірақ негізінен осы жоба аясында 5 негізгі меморандумға қол қойса жеткілікті, оның өңірлерде байланыстырудың қажеті жоқ. Рахмет. Келесі осы жоба аясында жоба үшін қаржылық қолдауды атаулы көмекті тарту дейді. Бұл міндетті ме? Әлде енді міндетті емес, бірақ негізінен бұл жоба аясында іске асатын жұмыстардың бірі, өйткені енді бір қаражат көзімен осы жобаларды іске асыру қиынға түсетін шығар деп ойлаймыз өзіміз. Жалпы қиынға түскенде оның толыққанды немесе одан да кең ауқымды болуына сырттай бюджеттік емес қаражат көздері өзінің септігін тигізеді деген ойдамыз. Сондықтан да жоба іске асырушылары, жобаны жеңіп алған ұйымдар осыған назар аударса деген оймен осыны жасап қойдық. Енді әрине жеңген ұйыммен бұл жеке бір келісім шарт отыру кезінде бұл жобалық жоспарда бір ескеріледі деген ойдамыз. Сіздерде сұрақ? Добрый день, Саул. Есть вопрос. В ожидании результатов реализации мы видим, что подразумевает под собой создание не менее 5 служб помощи по уходу за больными, хосписах, онкологических диспансерах и так далее. Однако по территориальному охвату программа должна действовать на республиканском уровне, да? То есть 14 областей, городов, там, по-моему, Ташкент. Есть ли какие-то критерии, это должно быть в конкретном городе эти службы или по всему Казахстану? Ну, здесь смысл заключался в том, что, например, понимая определенную ограниченность финансовых средств в любом случае, но при этом дать республиканский эффект, мы для себя, ну, как бы, исходя из тех расчетов, которые мы планировали, предполагаем, точнее, 5 основных служб создать по возможности от автора проекта, в зависимости от проекта, для того, чтобы они послужили какой-то, скажем, модельной службой, ну, для распространения их опыта в другие регионы. Так что в связи с этим, как бы, отвечая на ваш вопрос, специальной привязки там, к регионам нет. Это мы думали, что после того, как определится, скажем, заявка победителя или организация победителя, с ними уже отдельно обсудить, исходя из их возможностей.
ту организацию, которая представит наиболее интересный проект. Изначально сейчас для проекта мы каких-то специфических ограничений не ставим. Но Получается, вы хотите 5 основных отобрать и уже по их модели реализовать? Да, с акцентом, потому что мы понимаем, что невозможно одновременно везде создать, это распыление ресурсов будет и так далее. Например, в отдельных регионах просто, скажем, организовать работу там отдельных групп людей, а конкретно в виде служб, например, только сделать в 5, возможно, там, клиниках, может в одном регионе, в 2 различных клиниках, например. Ну, в зависимости, я говорю, от специфики самой организации победителя будет зависеть, как бы, с учетом их возможностей. Спасибо за ваш ответ. И у меня еще по этому проекту здесь в задачах по проекту указано, что привлечение финансовой поддержки для проекта адресной помощи. Это имеется в виду финансовой поддержки от спонсоров, доноров? Да, это, ну, как бы, предполагая адресную поддержку, сама задача как бы проекта организовать эту системную работу для того, чтобы, например, организация победителя, вот только что на казахском языке говорил, она могла для расширения проекта или большей эффективности привлекать людей. Как бы мы даем, скажем, базовую финансовую поддержку организации для того, чтобы она развернула деятельность, но при этом она не должна как бы концентрироваться вот на этих проектах, тем более адресная поддержка, чем больше, скажем, привлекаемых средств, тем эффективнее будет поддержка, скажем, в этом плане. Это как бы дополнительный стимул для организации, для того, чтобы она вовлеклась. Мы думаем, что при утверждении плана работы мы этот момент должны обговорить и будем ставить как один из критериев эффективности проекта возможность привлечения дополнительных средств. Мадияр Исимбайұлы, жалпы қазіргі мына сұрақ таза әлем бойынша жобасы бойынша жалпы үкіметтік емес ұйым нақты сұрақ қойып отыр. Осы жоба аясында экологиялық бағыттағы кемінде 100 түрлі іс-шараны ұйымдастыру дейді. Бұл нақты бір өңірде 100 іс-шара ұйымдастыру ма, әлде жалпы Қазақстан бойынша ма? Енді бұл жобаның осы қамтитын өңірлеріне байланысты. Оны жалпы бір белгілі бір өңірде белгілеп тұрған жоқ, сол жалпы жоба аясында. Сондықтан да егер де жоба, республикалық жоба бірнеше өңірлерді қамтитын болса, сол өңірлердің қосып алғандағы жобалары саны 100 болу керек. 100 болу керек. Рахмет. Такой вопрос. У нас сейчас в Казахстане реализуются похожие программы, скажем так, экологической направленности, такие как, допустим, Келет Табиат. То есть там тоже волонтеры привлекаются, кстати, деревья, перерабатывают пластик, мусор собирают. И вот хотелось бы уточнить, это же разные направления программы? В целом генеральная линия одна, но проекты разные. Біргеміз там, вот, так сказать, Келет Табиат, это, скажем, те проекты, которые также инициируются, ну, в целом в сфере экологической работы много неправительственных организаций, и мы в целом, это как один из дополнительных проектов, которые мы предлагаем тоже реализовать, именно Біргеміз Таза әлем, с первой очередь большим акцентом не, ну, как бы, на экологию это понятно, как бы, но в первую очередь выстраивание модели вовлечения людей в эти экологические проекты, скажем. Ну, у нас же основная суть и цель этих всех проектов это волонтерство изначально. Получается, скажем, выработать те модели и механизмы, как, например, рекрутировать правильно волонтеров именно в экологические проекты, скажем, используя в первую очередь понятный инструмент, как экологические проекты. Для нас как бы вот этот результат важен, как бы, да. Вот, например, у проектов вот Келет Табиат и так далее, там основная задача стоит, ну, как бы широкое увеличение экологических проектов, массовость, там большие проекты, как бы, как ключевой показатель, это, скажем, там, ну, какие-то климатические изменения или экологические изменения. Здесь эти задачи тоже стоят, но в первую очередь, как инструментарий, как результат на работе, это в первую очередь методические, условно, рекомендации, как вовлекать людей именно в экологические проекты, какие акценты нужно делать, какие школьные программы нужно проводить и так далее, чтобы потом на этой платформе такие проекты, которые вот сейчас имеют параллельно реализуются, могли быть более успешными, потому что уже готова методика в этом направлении есть. Да, они уже стартовать, получается. Легче будет стартовать, да. Мадияр Исимбайұлы, Біргеміз қамқор жобасы бойынша еріктілер қарт адамдар үшін кемінде 17 мәдени демалыс іс-шараларын ұйымдастыру керек дейді.
оның жалпы форматы несі өздері біле ме, әлде ол бір демалыс орындары ма, әлде табиғат па деген Жоқ, сияқты? ондай мақсат қойылып тұрған жоқ табиғат деген. Ол мысалы түрлі жобалар. Негізгі мақсат мұнда да мысалы олар өздерінің тапқырлығымен, өзінің мысалы бір белсенділігімен осындай қызықты жобаларды жасап, көп қаражат талап етпейтін және мысалы қарт адамдарға қызық болатындай. Мүмкін бір скетчтер топтарын немесе бір ашық табиғатта бір ойын сауық бір форматтарын өткізіп ұйымдастырып берсе, сонда олардың мысалы осы қоғамға деген жалпы өмірге деген қызығушылығын көтеріп және волонтерлердің олардың өмірімен қызықтыратын мәселесінде бір нәтиже көрсету үшін. Сондықтан да арнайы форматтарды белгілеп отырған жоқпыз. Егер де бұл олардың ойларына табиғатқа шығару мәселесі келіп тұрса, онда оны да өткізуге болады. Арнайы ол әрине сол қарт үйлердің немесе қарт адамдардан топтасатын топтардың ұйымдастырушыларымен келісіп жасалу керек. Біріншіден олардың денсаулығына сәйкес, олардың жүріп тұратын бір ерекшеліктеріне сәйкес, өйткені қарт адамдар мысалы тауға барлығы шыға алмайтын шығар, немесе суда жүзе алмайтын шығар дегенде, немесе ыстықта қатты шыдай алмайтын шығар дегенде бір шектеулерді ескере отырып жасалатын, ұйымдастырылатын қызықты программаларды шығарып көрсету керек. Және осы жобаның нәтижесінде біз сол жоба нәтижелерін алып, егер де қызықты форматтар болатын болса, әлі де ойлап шығарылмаған, онда біз басқа да осы жобамен қамтылмаған қарттар үйлеріне немесе басқа да топтарға оны ұсыныс ретінде жібереміз. Негізгі мақсат бұл жобаларда бұл енді жалпы барлық қарттарды мысалы қызықтыру немесе барлық жалпы қарттарды бір өзгерістерге жатқызу емес, осындай қарым-қатынас арқылы бір модель немесе үлгі бола алатын бір қызықты жобаларды ары қарай іске асырып, оларды көрсету. Біз нәтижесін оны мультипликациялық эффект ұйымдастыра отырып, барлық өңірлерге таратамыз, басқа да ұйымдарға ұсынамыз. Осындай жоба істеді, нәтижесі жоғары, қарт адамдар көңілінен шығып, қуанып жатыр, мысалы, рахметтерін айтып жатыр дегенде, және бұл келешекте қолданылатын нәрселер ретінде бір база ретінде жасау үшін жасалып жатқан нәрселер. Өйткені әрине 20 миллиондық жобаларға мысалы барлық қарт адамдарды қызықтыру немесе барлық осы науқас адамдарды емдеу немесе барлық табиғатты экологиялық тазарып шығару мүмкін емес. Оны түсінуіміз керек. Сондықтан да әрине мақсат қойып жатқан кезде біз үкіметтік ұйымдардың негізінен олардың бір білетін қызықты және іске асырылатын жобаларды, қызық жобаларды көріп, олардың іске асуына көмек көрсетіп, нәтижесінде ең нәтижелі деген және ең қызықты деген жобаларды үлгі ретінде басқа ұйымдарға, басқа партнерларға сіз арқылы немесе біздің министрлік арқылы тарату болады. Егер де келешекте одан қызық жобалар болса, оған басқа қаражат көздерінен олардың көлемін арттырып іске асыру. Бұл жерде енді тағы да нақтылық керек. Өйткені үкіметтік емес ұйымдар ертең бізден сұрайтын болады. Бұл жерде қарттардың жалпы саны қанша болу керек, тартылатын деген сияқты игілік алатын. Сол оны келісіп жасау керек, әрине. Оған мысалы сіз мониторинг топ ретінде енді жеңіп алған ұйымдармен сөйлесесіз ғой, мысалы. Әрине бір қарттан болу енді дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Және мысалы 100 қартты бір жерде жинау, ол мысалы қазір эпидемиялық жағдайға да қайшы болатын шығар. Сондықтан оны келісіп жасау керекті мәселе. Егер де осы келісіп жатқан қарт үйінде мысалы 15 адам тұрса, енді сол 15 адамға мысалы, өйткені қазір біз арнайы бір критерий жасап 50 адам болсын деп. Олар қарттар үйіне барады, ол үйде 48 адам тұрады екен деп. Содан кейін жоба іске аспай ма деген нәрселерде біз келісіп жасауымыз керек. Әрине негізгі осы ұйымдасқан топқа барып, сол ұйымдасқан топтың ішінде осы шараны іске асыру. Оны даладан бір бос жерден қарттарды жинау емес, өйткені қарттар деген кезде бұл қарттар үйіндегі немесе қарттар үйіндерінде сәйкес жекеменшік бір ұйымдарда шаралар өткізу. Олар мысалы үйде тұратын бір қарттарды жинап бірінші этажда олармен бір шара өткізу емес. Сондықтан да соған қарап сол ұйымдасқан ұйымдардың мекемелердің санына қарап жасалу, келісіп жасалу керек. Былай егер де мысалы 17 жоба болса, мына жерде 80 адам тұратын болса, мысалы қаражат көз кішкене көбірек беріп, ал мынау қарттар үйінде 15 адам тұратын болса, оған қаражат көлемін аздатып
шараларды өткізуге болады. Сондықтан мысалы қарттар ұйымының санына тірелмей, менің ойымша ол бағалаудың критерийі болмау керек. Рахмет, Мадияр Тихомбайұлы. Так, разрешите вопрос по другим сообществам. Здесь у нас внедрение практики наставничества волонтерами по отношению детей, находящихся в детских домах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это социального обслуживания, системы соцзащиты. Здесь у нас предусмотрена разработка методической образовательной базы для формирования именно системы наставничества. Хотелось бы уточнить, возможно, у нас какой-то есть научно-исследовательский центр, который проводит исследования по данной тематике, либо на основании их рекомендаций может быть создана методическая база, да? Потому что у нас сложно, есть внутри такие группы, обычно неформальные свои лидерские, да, и именно вот прийти, привести волонтеры и сказать, вот ваш наставник, да? Сложно, должна быть какая-то вот... Ну вот, как бы из-за этого вопрос стоял о подготовке методического пособия. Ну, как такое, мы понимаем, что как бы задача не стоит, скажем, какую-то авторскую программу разработать. Может быть, скажем, при подаче заявки же используются элементы партнерства, партнерства организации. Если, скажем, таковые имеются не только на территории Казахстана, но и, скажем, на международной площадке, и та организация, которая будет претендовать на грант, если она укажет, что она в партнерстве такие моменты отработает и предложит интересные методики, то, мне кажется, для экспертов это будет ключевую роль играть при отборе проектов. Потому что сейчас, как вот вы правильно заметили, что, скажем, ну, во-первых, нет уникальной методики, скажем, вовлечения в этот процесс. Во-вторых, скажем, нет такой методики, которая бы считалась бы единой там, или наиболее успешной и так далее. И в этом плане, скажем, предложение какой-то дополнительной методики работы, скомбинированной с практическим этапом реализации, она была бы интересна. Во-первых, для вовлечения в оборот именно такими организациями в будущем. И в этом плане я сейчас не могу назвать, есть ли такие институты вообще. Ну, я предполагаю, что, например, там, по линии Комитета охраны прав детей Министерства образования, они вовлекаются и в партнерство. Я знаю, большую работу ЮНИСЕФ в этом направлении делает, большая работа происходит вот, в центрах адаптации, например, у них есть наработанные практики, которые уже непосредственно сталкиваются с этими проблемами. Ну, детские дома, соответственно, и так далее. И вот комбинация всех этих практик, если в партнерстве неправительственная организация с учетом их предложений предложит какую-то, скажем, оптимальную методику, я не говорю о, скажем, уникальной или универсальной, но которая в период реализации проекта даст определенный положительный эффект, то его можно было бы, например, в дальнейшем использовать как методику. То есть, по сути, вы таких ярких критериев, так сказать, не требуете, вы требуете эффективность. Эффективность, да. И надо понимать, что это рекомендации, в первую очередь. Это не методическое пособие, там, утвержденное каким-то приказом или еще что-то. Это, скажем, методические рекомендации на основе опыта, который позволил сформировать проект, который был реализован, так скажем. Мадияр Тихомбайұлы, біргеміз сабақтастық жобасы, жалпы бұл жаңа бағыттағы жоба. Осы орайда мысалы мектептердің, колледждердің және жоғарғы оқу орындардың білім беру процесіне тәлімгерлік тәсілдерін енгізу әдістемесін әзірлеу. Оны пилотты түрде жаңа жүзеге асыру. Осы жайында және бұл жалпы ары қарата басқа да жаңа білім және ғылым министрлігімен байланысы бола ма бұл жобаның? Бұл жоба әрине байланысы болады. Мен жаңа ғана осы әріптесімізде айтып кеткендей, жалпы бұл әдістемелік нұсқаулардың негізгі мақсаты бұл жобаның іске асыру барысындағы жиналған тәжірибе негізінде жасалуы керек. Және осы үкіметтік емес ұйымның осы жобаны жеңіп алатын жобаны ұсынған кездегі тартылатын партнерлар немесе осы әріптестері арқылы жасалатын бір жоба нұсқауы, және оның нәтижелігін дәлел ретінде жобаның нәтижесі болу керек. Мысалы, осы жобаны 4-5 айдағы іске асырған жоба аясында тәлімгерлік жұмыстар, мысалы, белгілі бір білім беру мекемесінде немесе басқа жерлерде өзінің оң нәтижесін берді. Оны біз методика ретінде, бір ұсынымдама ретінде дайындап сізде беріп жатырмыз. Ол, мысалы, осы 4-5, 20-30 адамның бір
құбылысында олардың тәрбиелік әрекеттерінде өзгерістердің пайда болу арқылы көріп отырмыз. Сондықтан да оны ескере отырып, біз бұны білім және ғылым министрлігінде ұсыныс ретінде береміз. Және олар басқа бір факторларды ескере отырып, басқа білім берілу мекемелерінде беруі мүмкін. Рахмет, жалпы биыл тағы да бір сұрақ бар. Бұл өте өзекті сұрақ. Бірінші рет ұсынылып отыр сіздердің тарапыңыздан. Тарих ақтаңдақтары саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жобасы. Жалпы осы туралы көптеген мысалы үкіметтік емес ұйымдардан жалпы сұраулар, нелер түсіп жатыр. Мысалы, қалай жаңа өтінімдерді неге мән берсе болады? Өйткені бұның алдында осы ақтаңдақтарды қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша комиссия құрылған болатын жалпы Қазақстанда. Осыған байланысты қандай жаңа өтінімдерді нені көрсету керек, неге басымдық беру керек деген сияқты. Жалпы енді бұл үкіметтік емес ұйымдарға арналған жоба ретінде болса, бұл азаматтық қоғамды осы мәселені талқылауға қатыстыру негізгі мәселе. Және осы бір тарихи, осы тақырыпта зерттейтін тарих ғалымдарын осы қоғаммен, үкіметтік емес ұйымдармен бір қарым-қатынас арқылы жасау арқылы осы мәселеге қоғамда бір дұрыс баға беру мәселесіне бір үлесін қосу. Жоба арқылы егерде көретін болсаңыз, әртүрлі бір кездесулер ұйымдастыру жоспарланған, осындай ғылымдарды бір кездесулерде тарту, медиа материалдар жариялау, медиа конференциялар ұйымдастыру арқылы іске асатын жоба болғандықтан. Оның негізгі мақсаты осы тарихи шындыққа жету емес. Тарихи шындыққа жету үшін арнайы институттар, арнайы комиссиялар. Негізгі мәселесі бұл диалогта қоғамды тарту мәселесі болып отыр. Осы зерттеумен айналысып жатқан ғылымдарды тек қана конференциялық жобаларды емес, басқа да үкіметтік емесін қосып бірге бір талқылаулар жасап, осы шындықты мысалы немесе осы зерттеу нәтижелерін жастарға болсын, басқа да қоғамның өкілдеріне осы түсінікті және қажетті деңгейде түсіндіріп, оның бір сабақ ретінде үйрену мәселесінде егерде адамдар қатыстырса, сол жоба дұрыс болар еді деген ойда. Өйткені негізгі мақсат әрине тығыз осы комиссиямен және ғылыми институттармен жұмыс істеп, басқа да қоғамдық өкілдерімен қатыстырып, осында үлкен бір жиналыстар, кездесулер өткізу арқылы, сонымен қатар бір осы қоғамға түсінікті бір материалдарды ұсыну ретінде болады. Өйткені әрине қазіргі күнге дейін осы тақырыпта қызық талқылаулар болып жатыр. Бірақ осы Сенаттың бастамасымен арнайы осы архивтік құжаттардың жинағы шықты, көптеген ғылыми институттар зерттеулер шығып, нәтижелер көрсетіп жатыр. Сондықтан да көрсететін, талқылайтын нәрселер көп. Және осы түрлі талқылау мәселесінде енді қоғамға түсінікті бір көзқарас қалыптастыру үшін осындай талқылаулар қажет екендігін көріп отырғандықтан осындай жобаны бастама ретінде жасап отырмыз. Рахмет, Мадияр. Бірақ енді осы жерде тоже үкіметтік емес ұйымдардан осы жобаға қызығушылық танытқан бір ұсыныс болды. Ол бізде күтілетін нәтижеде 10 іс-шара ұйымдастыру көзделген. Сол үкіметтік емес ұйымдар, қызығушылық білдірген үкіметтік емес ұйымдар республикалық деңгейде 5 іс-шара ұйымдастырсақ дегендей. Ол қалай ауытқып кете ме, болмай ма? Енді ол өңірлерде 10 іс-шара деп көрсеткен. Мысалы, біз республикалық деңгейде танымал осы тарихты зерттеп жүрген сарапшыларды шақырып дегендей. Енді қазіргі таңда осы жобаны қарастыру және жобаға сәйкес қандай ұйым жеңді жеңбеу мәселесінде белгілі бір қалай еріктік жоқ. Комиссияға мысалы
егерде біреу 10 мың орны бесеу бірақ басқаша деп ұсынса, біреу 6 деп басқаша ұсынса, онда енді бағалау жүйесі дұрыс болмайды. Сондықтан да менің ойымша біріншіден осы енді жобаға сәйкес, талапқа сәйкес ұсынып, мысалы өңірлерде болғанымен, мысалы бесеуін республикалық деңгейде өткізіп, бесеуін мысалы жергілікті деңгейде өткізсе деп болады. Өйткені қазіргі таңда енді белгіленген жоба талаптарына ауытқитын үкімет ұсыныстарын, үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстарын қабылдасақ, онда енді басқаларға қатысты ол қалай әділетті болмайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан да, бірақ сіз білетіндей қазіргі таңда министрлік осы гранттық қаржыландыру мәселесі бойынша заңнаманы ары қарай жетілдіру мәселесінде қыркүйек айында мәжілісте өзінің заң жобасын енгізейін деп жатыр. Ол заң жобасы аясында осы гранттық қаржыландыру мәселесін қайта қарау көзделген. Біріншіден қазіргі осы нақты белгіленген критерийлермен жобаларды қарастыру мәселесінің орнына жалпы үкіметтік емес ұйымдардың берген ұсыныстарын олардың өздеріне белгіленген бір бағалау критерийлердің арқылы сол жобаларды индивидуалды түрде қарау мәселесі қарастырылған. Қазіргі таңда емес, мысалы біз жобаны жариялаймыз, сол жобаға 10 адам тапсырады. Қазір енді осы заң қабылданғаннан кейін, осы бір жылдың ішінде үкіметтік емес ұйымдар ЦПИ-ге осы азаматтық бастамалар қорына, орталығына өздерінің жобаларын береді. Сіз осы жобаларды эксперттер арқылы қарастырып, сол жобаға қаржы беру керек пе, керек емес пе туралы шешім қабылдайсыз. Басқаша емес. Қазіргі таңда сіз енді бір бәсекелестік аясында бір жобаға 5 ұйым таласып жатыр. Ал енді бұл енді мемлекеттік сатып алудан қатты ерекшеленбегендіктен біз бұл форматты ауыстырғалы жатырмыз. Сондықтан да келешекте енді осындай сұрақтардың туындауын жоққа шығаратын бір бастамалар жасап жатырмыз. Біздің ойымызша ол дұрыс болады. Енді үкімет тарапынан қолдау бар. Қазіргі жоба мемлекеттік органдармен келісу үстінде. Осы қыркүйек айында мәжіліске енгізілгендіктен кейін депутаттардың қолдауын тауып осы заңға қол қойсақ, бұл бір үлкен бір жеңіс болады деген ойдамыз. Сонымен қатар тағы да бір сұрақ бар. Біргеміз мәдени мұра бойынша. Бұл жоба өткен жылы жүзеге асырылды дейді өңірлерде. Бұл сол жоба ма, әлде қайталанып келіп жатқан жоба ма дейді, мәдени мұра бойынша? Өткен жылы ол болды. Жалғасы деп қарауға болады. Бірақ енді өткен жылғы жобамен барлық шаралар іске аспады. Және оны жалғастыратын көп қызықты нәрселер бар. Басқа қырдан да қарауға болады. Ол сол жоба енді бітіп, өзінің мәресіне жетіп, қалай есебін беріп, бұл жабылды жоба, бұл жаңа жоба деуге болады. Бірақ соңғы өткен жылдың жобаның нәтижелерімен қарастырып, енді солардың қателіктерін ескере отырып жасауға болады. Менің ойымша барлық өткен жылғы жобалар нәтижелері, есептері сіздің интернет сайтында орналасқан. Және осы жобаға тапсырам деушілер соларға қарап, солардың қателіктерін, немесе солардың тәжірибелерін ескере алады деген сенімдемін. Осы ресурсты толығымен пайдалану керек деген ойдамын. Вопрос по проекту «Караван помощи» Камекервина. В рамках этого проекта планируется организация конкурса 60 малых грантов. Хотелось бы поподробнее, какая тематика у грантов, что именно будет в рамках них, Здесь это как бы караван помощи, в любом случае, скажем, это есть разные инициативы, когда, например, возникает желание, скажем, у какой-то группы организовать помощь группам, которые социально уязвимы своим. Там разные форматы. В принципе, такая практика уже практиковалась. Только для сел. Мы с большим акцентом на это делали, скажем. Где-то, скажем, нужно помочь в организации, может быть, детской площадке, помочь с механизмом организации. Где-то, скажем, помочь с организацией каких-то других процессов, локальных и так далее. Проект, это же получается мини-гранты, будет организовать организация, которая выиграла. Разные акценты мы видим от прямых, приобретения каких-то вещей, которые могли бы дать мультипликативный эффект, до проведения каких-то небольших advocacy кампаний, условно говоря, вопрос каких-то нормативных решений, в каком-то регионе,
отсутствует, да, например, в результате чего, условно говоря, да, не налажено транспортное сообщение там, или какие-то там дополнительные там, нормативные вещи не приняты, которые могли бы там оказать содействие местному сообществу в широком плане, да, и, скажем, организация за счет этих средств могла бы там, скажем, организовать общественные слушания, провести какой-то аналитический материал, провести какие-то презентации для тех людей, которые принимают решения, чтобы показать результаты этой программы и добиться, скажем, внесения изменений в какие-то там документы, которые бы могли бы, скажем, помочь, скажем. Такой формат, скажем, тоже был бы интересен и был бы приветствоваться. И разные моменты, скажем, до, скажем, приобретения какого-то инвентаря определенного, будь то, скажем, спортивного, будь то, скажем, какого-то там, например, в какой-то школе там чего-то не хватает. Ну да, разные вещи, которые могли бы вот именно помочь. Вопрос в том, что вот эту помощь, сама суть заключается в том, чтобы вовлечь граждан в изучении существующих проблем сообщества рядом, получается. Как бы, может быть, какие-то мысли есть, которые бы хотел бы помочь, и вот эти средства должны помогать. Эта задача не стоит просто деньги помочь там, организации. Это, в принципе, как бы мог бы, там, условно говоря, Якимат сделать. Вопрос в том, чтобы общество, скажем, через вот эти малые гранты, оно бы, например, подавая заявки, например, изучая тематику, надо, скажем, пыталось бы думать, как бы помочь там, моему соседу, да, скажем, там, моим там, каким-то знакомым. Да, и плюс, да, он бы продумал бы инструменты, предлагал, может быть, не все проекты выиграли, но, по крайней мере, у него в голове складывался механизм, как можно, скажем, решить сложившуюся ситуацию, которая в какой-то момент может казаться тупиковой. То есть мы бы, наше общество не думало, что кто-то за нас это сделает, и кто-то придет поможет. Да, да, да. Сами инициативу проявляем. Да, и вот мы здесь, вот эта финансовая помощь небольшая, скажем, там, я не помню точно сейчас, 500, кажется, тысяч где там проекты там варьируют. Да. Они бы могли бы вот именно отыгрываться вот в этом поле, это было бы для нас определенным толчок, потому что мы видим, такие проекты, в принципе, они работают, и мы сейчас продолжим, тем более в год 30-летия, это как караван помощи, скажем, максимально, где-то, скажем, даже если проект не найдет поддержки финансовой через эту систему малых грантов, он уже будет сформирован как такой пакет, скажем, да, упакован, да, и который мог бы, например, у какого-то там другого источника найти поддержку в решении этих задач. Частно, возможно, какой-то. Возможно, частный, да. Возможно, например, во время подготовки этого малого гранта решение само собой найдется, ну, как бы в плане того, что там все может быть намного проще, чем казалось бы и так далее. Да. Мы это тоже будем обращать внимание. Я думаю, вот с организацией, которая предложит интересный подход именно вот в отборе, в организации этого процесса, в применении механизмов широкого распространения этой информации, вовлечения, она будет, мне кажется, высоко оценена экспертной комиссией и даст свои результаты. Проект большой, краткосрочный, да, скажем, и имеет большой эффект, привязанный к празднованию 30-летия нашей независимости. Спасибо. Осы жобаға қатысты, осы жоба ең ауқымды қаржы бөлініп отырған 68 миллион көлемінде. Жалпы бізде бұл жобамен қатар қайырымды істер марафоны бар. Ұқсастық бар сияқты. Это есть тоже, скажем, но два направления. Ну, в любом случае, как бы мы с учетом того, что марафон добрых дел это акция, которая началась с начала года, там, реализуется, скажем. Здесь вопрос вот, именно в механизме, он не предполагает финансовой поддержки малыми грантами. Марафон добрых дел, основная задача это в такой, скажем, проведении кампании, вовлечении или, скажем, поиска тех вещей, которые уже сделаны. Есть определенные отличия, я думаю, как бы, а здесь акцент больше, скажем, на поиск и в оказании финансовой поддержки как бы, моментов. Мы как бы, с большим намеренно разделили эти проекты. Здесь суть в той, как организовать процесс в стране, а здесь как правильно администрировать вот эти малые гранты. Скажем. Проект, несмотря на то, что он большой, олардың үлкен қаражатына қарамастан, оның 60 немесе 70% бұлар осы кіші гранттарға өтеді. Енді жобаны үлкен деп санауға болмайды, өйткені көптеген қаражат жалпы кішігірім осы ұйымдарды немесе ресми тіркелмеген ұйымдасқан топтарды қолдауға бағытталады. Тағы да осы соңғы сұрақ дейік. Қазақстанның мүдделерін әлемдік деңгейде ілгерілету мақсатында еріктілер ұйымдарының халықаралық диалог алаңдарына қатысуы осы жоба бойынша. Бұл жерде енді мынандай не туып тұр, жалпы осы жоба аясында Нью-Йорк қаласына 6 адамнан тұратын Қазақстанның жаңа
еріктілерін жіберу деген сияқты, сонымен қатар брендтелген материалдар мен өнімдерді қамтамасыз ете отырып, кемінде 18 волонтер шетелге сапары дейді. Осы туралы айтып берсеңіз, бұл үкіметтік емес, жалпы Қазақстанның өнімдерін шетелге таныту ғой, былай айтсақ. Енді өнім деп сіз мен түсінгенімше жалпы олардың тәжірибесін, олардың үлгілерін тарату. Негізгі мақсат бұл жаңа басында айтып кеткендей, осы президенттің бастамасын жалпы халықаралық деңгейде қолдауды қамтамасыз ету. Қолдауды қамтамасыз еткенде енді бұл жобаның бастамасын жариялау, ол текке айтылған жоқ. Өйткені президент осы 2020 жылдың волонтер жыл екенін ескере отырып, пандемияда волонтерлердің жасаған үлесінің жоғары екендігін көре отырып, осындай бастаманы және Қазақстанда осындай оң тәжірибенің болғанын ескере отырып, халықаралық деңгейде бұл бастаманы қабылдауды ұсынған. Сонымен қатар тек қана Қазақстанда емес, барлық елдерде біз көріп отырған волонтерлердің осы пандемияға қарсы күресінде үлкен рөлі бар екендігін көрді. Сондықтан да оларға бөлек мән беру осы Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде керек нәрсе. Сондықтан да бұл шешімді барлық мемлекеттер қабылдау үшін Қазақстан өзінің тәжірибесін көрсете отырып, бір жұмысты қажеттілігін көрсету қажет. Сондықтан да осындай арнайы бренд амбассадорларымыз деп айтуға болады. Олар халықаралық деңгейде болып жатқан іс-шараларды, осы волонтерлікпен байланысты іс-шараларда қатысып, біздің жұмысымызды ары қарай көрсетіп, сонымен қатар